Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерді бүгін сабақта қолданылатын 3 керемет әдіспен таныстырғым келеді. Бірінші әдіс 5 табан із деп аталады. Яғни бұл жерде табандарды осылай жерге жайып қоясыз да, оқушыларға сұрақ қоясыз. Ол сұраққа 5 түрлі жауап айту керек. Мысал үшін, Абай Құнанбаев кім? Абай Құнанбаев аудармашы, Абай Құнанбаев ақын, Абай Құнанбаев жазушы деген сияқты өте керемет әдіс. Келесі бізде сағат дос әдісі. Сағат дос әдісін қалай қолданамыз? Осындай сағаттарды сіздер жасап алып, қиып, әрбір оқушыға дайындайсыздар. Әрбір баланың қолында болуы қажет. Содан кейін сабақ басталғанда таратып бересіз. Әрбір оқушы бұл жерде өзіне 4 түрлі сағатты белгілейді. 12, 3, 6, 9 белгілеп болғаннан кейін осы 4 түрлі уақытта өзіне дос табу керек. Яғни бұл жерде жұптық жұмыс іске асады. Енді өзінің қасындағы досына немесе өзіне ұнаған досына барады дағы сұрайды. Мысалы, сағат 12-де сен не істейсің? Жанар, сен сағат 12-де кіммен кездесесің? Ол Жанардан сұрайды. Жанар айтады, мен сағат 12-де боспын, екеуміз кездесейік. Ол сағат 12-ге досы да оның осындай сағаттарды белгілеп қою тиіс. 12, 3, 6, 9 деген сияқты. Енді ол Жанардан сұрағаннан кейін Жанар келіседі. Яғни ол мына жерге 12-ге Жанар деп жазып қояды. Өйткені ол сол уақытта Жанармен кездесіп тапсырманы бірге орындайды. Келесі сағат 3. Сағат 3-те ол барады да өзіне тағы да дос іздейді. Сағат 3-те ол кіммен кездеседі? Сағат 3-те мысалы ол Алдиярмен кездеседі. Олай болса, ана жерге 3-ке Алдияр деп жазып қояды. Екеуі келіседі. Келесі сағат 6-ға іздейді. Мына жақта мысалы Алдияр өзіне Еділ деп жазып қояды. Өйткені ол Еділмен келісіп алды. Енді сағат 6-ға іздейді, дос іздейді. 6-ға кіммен кездесем болады? Ол Маратпен кездеседі, Марат деп жазып қояды. Маратпен келіседі. Келесі сағат 9-та ол Әлиямен кездеседі, 9-ға Әлия деп жазып қояды. Осылай өзіне келесі балада мысал үшін 6-да ол Данамен келісті. Дана деп жазып қояды. Сағат 9-да ол Әсеммен келісті. Әсем деп жазып қояды. Сағат 12-де мысалы ол Мұратпен келісті. Яғни Мұрат деп жазып қояды. Осыны балалар жазып болған соң 4 түрлі тапсырманы 4 оқушымен орындап шығады. Мысал үшін Жанармен бірінші тапсырманы Жанармен бірге жұптық жұмыс ретінде орындайды. Мұғалім ол тапсырманы береді. Келесі Алдиярмен орындайды, орын ауысып отырады. Келесі тапсырманы Маратпен орындайды. Одан кейінгі тапсырманы Әлиямен орындайды. Сонда ол бір сабақта 4 түрлі баламен жұмыс жасап шығады. Яғни бұл жұптық жұмыста өте жақсы керемет нәтиже береді. Келесі біздегі әдіс ол көбейту кестесін жаттауға арналған әдіс. Ол үшін де сағатты қолдануға болады. Тек қана 11 мен 12-ні қолданбаймыз. Мысал үшін екі жерде бірім неше? Яғни 2-ні көбейту 1-ге. 2-ні 1-ге көбейтсем неше болады? Әрине, ол 2 болады. 2 көбейту 1, астын ашып қараймыз. 2. 2 көбейту 2, 4. 2 көбейту 3, 6. 2 көбейту 4, 8. 2 көбейту 5, 10. 2 көбейту 6, 12. 2 көбейту 7, 14. 2 көбейту 8, 16. 2 көбейту 9, 18. 2 көбейту 10, 20. Бұны басқа да сандарға қолдануыңызға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет.